Ассаламалейкум ағайындар, қалайсыздар? Біздің бүгінгі видеоролигіміз сәнді айна жабыстырамыз стенаға. Мына жерде уривен лазермен атқызып қойдым. Стенаның центропкасын шығарып, мына жерде айналарымыз жатыр. Міне осы 4 түрлі айнаны бір жерге біріктіреміз. Бұл жерде түсіндіріп кететін жағдай, бірінші осы полдан есептеп потолкаға дейін сол размерге есептеп аламыз. Центропкасын шығарып, екі жанын одан кейін келесі өзінің стеклоға арналған силиконы болады. Сомен жабыстырса болады, обычный силиконмен де болады. Бұның бағасы бізде базарда 18 мыңнан басталады, 20 мың арасында аласыз. Сол жерде каталогте өзіңізге ұнаған узорды таңдап алсаңыз болады. Жабыстыруы оңай десе болады. Міне бірінші осы бізде. Міне осылай сызып алғам. Осы бойынша қойып шығамыз.
Міне басы басталды. Кеп қоя саласың. Аның астына профиль қатырсаңыз да болады. Енді мен шұрыппен осылай бірден жасап кетіп бара жатырмын. Міне құрметті ағайындар, жабыстырып біттік. Негізі стена тегіс болу керек барынша. Сол кезде бұл жақсы шығады. Стенаның правиламен бір турлап алған жөн болады. Енді шетіне рамкасын жабыстырамыз, шұрыптарды алып тастаймыз астында. Болды, Құдай қаласа сонымен жұмысымыз бітеді. Алдағы уақытта тағы да роликтер түсіретін болам. Мына жерде қанша жұмыс бар бір бөлменің өзінде. Осы жайлы жеке-жеке тоқтайтын болам. Қолдап отырыңыздар. Қазақша роликтер болады. Мына жақтарға көрсете кетейін. Міне молдингті жабыстырып жатырмыз. Бұл жақта да молдингтер. Осы жайлы түсіретін болам келесі жолы. Ауылдағы үй. Ауылда өмір жоқ дейтін кісілер. Міне ауыл. Ауылда да осындай жағдай бар. Мына жақты бір көрсете кетейін мұнда. Енді мына жерде маған бір слой жаққанымыз білініп тұр ортасына. Оған мокрый щелок жағатын боламыз. Подписка жасаңыздар ағайындар. Қазақша видеолар көп болсын. Сау болыңыздар.